А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Үшінші байлық салауат шариф. Мүбарак пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям хадисінде айтады: бір момын үмметім маған салауат айтса, сол салауатты бір періште Алланың рұқсатымен менің зияратыма жеткереді. Сосын сол періште: ей Алланың хабибі, пәленшенің баласы пәленше сізге бір мәрте салауат айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям періштеге былай дейді: ей періште, жеткер сол үмметіме менен 10 салауат, саған Алланың расулының шапағаты уәжіп болды дейді. Содан періште айтылған салауатты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллямның қабірінен алып жоғарыға та Алла тағаланың құзырына дейін көтеріледі де: ей мейірімді тәрбие етуші Аллам, пәленшенің баласы пәленше сенің хабибіңе бір мәрте салауат айтты дейді. Сонда Алла тағала: ол құлыма менен 10 рахмет жеткер дейді. Сосын Алла тағала сол салауаттың әрбір әрпінен бір періште жаратады. Ол періштенің 360 басы бар, әрбір басында 360 беті бар, әрбір бетінің 360 аузы бар, әр аузында 360 тілі бар. Сол әрбір тілімен Алла тағаланы 360 түрлі сипатта еске алып тәсбih айтып мадақтайды. Және оның шексіз сауабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллямға салауат айтқан адамның үлесіне жазылады. Құдіреті күшті Құдай тағаланың осыншама берген тілдерімен Алла тағаланы 360 түрлі сипатта еске алып тәсбih айтып мадақтайды. Аллаху ва табарак сансыз жаратылған періштелердің осындай қылған амалдарының шексіз сауабын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтқан адамның хақына жазады. Біз дүниеден өтіп кетсек те, періштелер тәсбиhlерін, мадақтарын та қиямет қайым болғанға дейін үзбей айтып тұра береді. Енді төмендегі салауатты мысал ретінде алып, айтылған хадиске сүйене отырып, жаратылатын періштелердің санын есептейтін болсақ. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад мин ауали дуния қияматиха ва мин ахири бақаиха ва аля алихи ва асхабихи ва барик ва саллим. Бұл салауатта барлығы 82 әріп. Егер күніне осы салауатты бір рет айтатын болса, Алла тағала әрбір әрпінен 82 періште жаратты. Егер күніне 1000 рет оқитын болса, Алла тағала әрбір әрпінен 82 000 періштені жаратады. Олардың 29 миллион 520 000 басы бар, 10 миллиард 627 миллион 200 000 беті бар, 3 триллион 825 миллиард 792 миллион аузы бар, және 1 квадриллион 377 триллион 285 миллиард 120 миллион тілі бар. Егер айына есептесек, 30 000 салауат болады. Алла тағала одан 2 миллион 460 000 періштені жаратады. Ол періштелердің 885 миллион 600 000 басы бар, 318 миллиард 816 миллион беті бар, 114 триллион 773 миллиард 640 000 аузы бар, 41 квадриллион 318 триллион 553 миллиард 600 миллион тілі бар. Егер жылына есептейтін болсақ, 365 000 салауат болады. Алла тағала одан 29 миллион 930 000 періштені жаратады. Ол періштелердің 10 миллиард 774 миллион 800 000 басы бар, 3 триллион 878 миллиард 928 миллион беті бар, 1 квадриллион 396 триллион 414 миллиард 80 миллион аузы бар, және 502 квадриллион 709 триллион 68 миллиард 800 миллион тілі бар. Әрине, бұл шартты есептеу мысал үшін ғана. Шындығында бұл ешбір есепке сыймайтын рухани қазына ва Құдай тағаланың берген шексіз рухани байлығы.